Ассаламалейкум достар, тағы да Барс базары Қаскеленнің жанындағы өседе жүрміз. Бүгін 13 тамыз 2023 күн жексенбі, әдеттегідей видео түсірілім жасаймыз. Достар, видеоның астына лайк басып, өз пікірлеріңізді комментарийға қалдырып отырыңыздар. Ал біз жұмысымызды бастаймыз. Сіздердің назарларыңызға өсердегі жаңа жексенбілік бағалармен таныстыратын боламыз. Camry 30 алдымызда көріп тұрғандай өздеріңіз Велюр салонында екен. Toyota Camry 2003 жылғы 2.4 механика 5 ступка деп қойыпты. Еуропа бағасы 5.3. Жақсы жағдайда. Осыған хабарласып қойыңыздар. Капотын ашып қойған екен. Көріңіздер, хабарласыңыздар. Тағы да бір көріп тұрмыз. RX 300 Lexus 2001 жылға 3 қозғалышымен, Велюр жоқ, Бұлғар салонында екен. 6.3 сұраған бағасымен автокөлік Lexus кроссовер. Кроссоверлардың ең әйгілісі десек болады. Көріңіздер, хабарласыңыздар. Дәл қасында тағы да бір Lexus көріп тұрмыз достар. 2001 жылға 3 қозғалышымен бұл да 6.5 тұрап тұр екен. Саудасы бар дейді. Бұл автокөлік Велюр салонында екен. Төбесінде мынандай әдемі рейлингі бар. Көріңіздер, көліктер ұнаған болса хабарласып қойыңыздар. Сонымен келесі кезектегі көретін көлігіміз Toyota Crown оң жақ рулімен, Моңғол номерімен достар. Моңғол тіркелімде бір автокөлік. Әдемі жақсы наклейкаларды жабыстырып қойған екен. Титан дискісімен бәрін мықты қылып қойған. Бұл автокөлік жайлы ешқандай мәлімет жоқ, тек телефон номерін көрсетеміз. Осы номерға хабарласып қойыңыздар. Қызығып көрген кісілерге, хабарласам деген кісілерге. Тағы бір Lexus'тың бағасын біліп кетейік. 2001 жылғы 3 қозғалышымен 5.9 екен. Осындай Бұлғар салондағы төбесінде рейлингімен. RX 330 Lexus'тердің бірі. 7.4 сұраған бағасымен, телефон номер назарларыңызда, осы номерға хабарласып қойыңыздар. 3.3 қозғалышымен 2005 жылға екен. Автомат қораптағы төбесінде рейлингі бар. Көріңіздер, көлік ұнаған болса хабарласып қойыңыздар. Алдымызда Toyota Highlander 2003 жылға 7.5 сұрап тұрған бағасымен, 3 қозғалышымен. Осындай төбесінде рейлингі бар автокөліктің. Көлік ұнаған болса хабарласып қойыңдар достар. Hyundai Tucson назарларыңызда 2018 жылғы свежий деп жазған екен. 2 қозғалышымен автомат. 42.800 ұстаған екен. 11.300.000 осы телефон номеріне хабарласып қойыңыздар. Hyundai Tucson автокөлігі кроссоверлардың бірі. Сонымен 7 орындық минивэн Estima деп жүрген кісілерге Toyota Estima 2003 жылға бензин автомат 5.100 сұраған бағасымен, қозғалыш көлемі 3. Телефон номерін көрсетіп қояқ. Толық жетекте бұл автокөлік. Camry көріп тұрмыз достар. Camry 2008 жылға 3.5 6.8 сұраған бағасымен. Осы номер телефонына хабарласып қойыңыздар. Бұлғар салонда автокөліктің жағдайы осындай. Келесі көлігіміз Nissan Almera 2015 жылғы 1.6 қозғалышымен, бағасы 3.9 сұрап тұр екен. Осы номерге хабарласып қойыңыздар. Автокөліктің жағдайы осындай достар. Өзінің завод бояуы ма? Қалпақ дискіде, темір дискімен қалпақ кигізіп қойған. Көлік ұнаған болса, көлік иесіне хабарласып қойсаңыздар болады. Сонымен достар, Alphard деген кісілерге Toyota Alphard 2004 жылғы 3 қозғалтқыш автомат 9.3 телефон номер осы. Толық жетекте автокөлік 7 орындық
кейбіреулерінде ортасында капитандық орындықтар болады. Мына да сплошной мынандай диван болып тұр. Рулі сол жағында алып салынған ғой, Грузияда салынған дейді. Осындай нағыз 7 орындықтардың бірі. Көріңіздер. Көлік ұнаған болса, хабарласып қойыңыздар. Таксовать етемін немесе тағы басқа шаруа жасаймын деген адамдарға нағыз жұмыскер автокөліктердің бірі. Сонымен достар, назарларыңызда Nissan Safira осындай әдемі сұр түсте, әдемі осындай титан дискісімен тұр екен. 97 жылғы рейстайлинг па? Рейстайлинг деп жазып қойыпты. 2 қозғалыс көлемімен автомат қорапта дейді. 3.100.000 велюр салондағы осындай әйгілі Сафиралардың бірі. Көлік ұнаған болса, қызықтырған болса, көлік иесімен хабарласып, автокөліктің жағдайын сұрап біліп алсаңыздар болады. Honda Odyssey 2000 жылғы 3 қозғалысымен автомат. 3 қозғалысымен автомат, велюр салонда дейді. Өте абсолюттік түрдегі престиж ба? Престиждің ішінде 3 қозғалысы бола ма? Бола береді. RA9 дейді. Толық жетекте, төбесінде люгі бар. Минивэн 7 орындық осындай іздеген кісілерге осындай варианттар бар. Бағасы қанша деп тұрсың? 5-8 саудасы бар деп тұр. Жақсы бауырым. Қазақсыңдар ма өзден? Қазақша сөйлейік жігіттер. Ассалаумағалейкум. Қазақша сөйлейік. Қазақ тілін қанауға мынау. Мода емес ол. Ертеңгі болашағымыз үшін ғой. Жақсы ал. Істеріңе сәттілік өтіп кетсін. Келесі көлігіміз RX 300 ғой, Lexus 2001 жылға 3 қозғалысымен автомат қораптағы 509 осындай әйгілі Lexus'тердің бірі. Кроссовер. Көріңіздер, свет шыбықтап қойды. Состояниясы от деп тұр ғой. Көріңіздер, көлік ұнаған болса хабарласып қойыңыздар. Сонымен достар, 126 шанақтағы осындай әйгілі Мерседестердің бірін көріп қалдық. 1988 жыл екен. 3 қозғалысымен автомат 4-5 сұраған бағасымен. Телефон номер назарларыңызда. Осындай әдемі низкопрофильдік құймалы титан диск киісіп қойған. Ішіне келетін болсақ, іші зыңдай, осындай былғары салон. Автокөлік Мерстің аты Мерс деп. Есіктері тура нық жабылады екен. Көріңіздер, ешқандай автокөлікте ақау көріп тұрған жоқ. Сондай жақсы сақталған, немесе сондай жақсы жасалған. Көріңіздер, осындай ретро түрдегі көліктер іздеген болсаңыздар, осы көлікте ойлаймын. Сонымен достар, біз Барыста жүрміз, Алматыда. Ескертіп кетейік, біз бүгін тамыздың 10-шы күн жексенбі Camry 25 көріп тұрмыз 2003 жылға. 2-2 автомат қозғалысымен 3-9. Телефон номер жанында тұр. Көлік иесімен хабарласып қойыңыздар. Көлік осындай қызықтырған болса, ұнаған болса. Дәл қасында Mercedes көріп тұрмыз. Mercedes-Benz CSH 280 94 жылғы 2-8 автомат деп тұр. 3-7 сұраған бағасымен. Телефон номер назарларыңызда. Төбесінде люгі ашық тұр. Былғары салонда бұл автокөлік әдемі құймалы титан дискісімен. Көріңіздер, көлігі ұнаған болса хабарласып қойыңыздар. Сонымен достар, Camry 40 американдық нұсқадағы Camry 40-ті көріп тұрмыз. LE комплектациясымен дейді, американдық нұсқа 2007 жылғы 2-4 қозғалысымен 6-4 сұраған бағасымен срочно сатам деп қойыпты. Телефон номер назарларыңызда. Осындай әйгілі Camry'лардың бірі. Көріңіздер, көлік ұнаған болса хабарласып қойыңыздар. Сонымен достар, бүгін Барыс базарындағы екінші видеомыз осындай болды. Видео ұнаған болса астына лайк басып, өз пікірлеріңізді қалдырып, арнамызға тіркеліп жазылып кетіңіздер.